Сәлем YouTube арнасының көрермендері. Біз бүгін өте дәмді салаттардың бірі, хит салаттардың бірі десем де болады. Осындай хрустящий баклажан салатын дайындайтын боламыз. Бір порцияға арнап жасайтын боламын. Оған яғни бір орташа деңгейдегі баклажанымыз қажет. Оның сыртын алып тастаймыз және видеодағыдай қылып үрлеу қылып турап аламыз. Тура видеодағыдай қылып турасаңыздар болады, өте әдемі болып шығады. Және баклажандарымызды суға саламыз. Оның үстіне тұз сеуіп 10-15 минутқа тұзы ерігенше қоя тұрамыз. Яғни тұзымыз баклажанға сіңгенше қоя тұрамыз. Тұзы сіңгеннен кейін баклажандарымызды судан түсіріп құрғатып аламыз. Яғни оған таза сүлгі немесе таза салфетка керек болады. Осылай құрғатып алуымыз қажет. Кішкене кепкенше қоя тұрсаңыздар да болады. Және одан кейін кеуіп болғаннан кейін осындай кукурузный крахмал қажет. Кукурузный крахмалға баклажандарымызды былғап аламыз. Және барлық жерге баклажанға кукурузный крахмалымыз жету керек. Осындай қылып істеп аламыз. Және майымызды қыздырып баклажандарымызды қуырып алатын боламыз. Осылай саламыз барлығын және бір араластырып тұруды ұмытпаймыз. Әйтпесе барлық жағы пісу қажет болады. Міне видеодағыдай осындай әдемі қылып піскеннен кейін, қызарып қуырылғаннан кейін баклажандарымызды майдан түсіріп алатын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі. Осы баклажанды шығарған адамға рахметін айтқым келеді. Және осы баклажандарымызды осындай ыдысымызға орналастырамыз. Міне қараңыздар, біздің баклажандарымыз өте қытырлақ, күшті болып шыққан екен. Енді салатымызға осындай қызанақ қажет болады. Қызанақтарды әдемі қылып турап, жан-жағына әдемі қылып орналастырамыз. Немесе чили қызанағы да әдемі кетеді осы салатқа. Және осы соус құямыз. Сладкий чили соусы, яғни кесек сладкий чили соусы Арой фирмасынан алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай салатымыздың үстіне құямыз. Және осындай творожный сырды да әдемі қылып орналастырамыз. Дәмді өте керемет салаттардың бірі, өте ұнайды өзіме. Және бетіне көк шөптерді қоямыз, яғни роккола көк шөбі. Міне салатымыз дайын болды. Өте дәмді, дастарханның сәнін келтіретін әдемі салаттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.